Бүгін пияздың қандай пайдасы бар екенін сіздерге айтамын. Пияздың құрамында көптеген пайдалы дәрумендер бар. Олар улы заттарды ағзадан шығарып, жағымсыз әсерлерге төтеп береді. Пиязбен денсаулықты ғана емес, сұлулықты да сақтауға болады. Беттегі дақтар мен пигменттерді кетіру үшін бетіңізді пиязбен сүртсеңіз жеткілікті. 2 аптадан кейін олардың азайғанын байқайсыздар. Пиязды тамаққа пайдалану тірі жасушалардың тыныс алуын жақсартады және еркін радикалдарды зиянды әсерін азайтуға көмектеседі. Пияздың балмен араластырылған суы ангинаға жақсы көмектеседі. Ол үшін қоспаны күніне 2-3 рет ішіп отыру керек. Пияз әсіресе суды жақсы тазалайды. Ыдыстағы суға оның бір түйірін салып жіберсе, судың жаман дәмін алады. Әдетте кішкентай балалардың аскариді болатыны белгілі. Сондай жағдайда бұрынғылар бір бас пиязды ұсақтап турап, 1 стакан ыстық суға 10-12 сағат бұқтырып қойып, 3-4 күн бойы аш қарынға ішкізетін болған. Пияз дене қызуын түсіреді, әсіресе балалардың денсаулығына пайдасы мол. Егер дене қызуы көтеріліп тұрса, пиязды кесіп, алма қышқылына салыңыз. Артынша бірнеше тілімінің құлағыңыздың үстіне, нәскидің ішіне салып қойыңыз. Осылайша денеңіздің қызуын жылдам түседі. Бір айта кетерлік нәрсе, бүйрек, бауыр, жүрек ауруы бар адамдардың пиязды абайлап қолданғаны жөн. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, және де видеомен достарыңызда бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге рахмет.